Құрметті бауырлар, бұл видео шетелдік учеттағы азаматтардың сақтандыру полисі туралы. Шетелдік учеттағы автокөліктердің сақтандыру полисі туралы. Қайталап айтайын. Видеоны соңдайдан қарап жіберіңіздер. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, жолдағыларға ақ жол қара трасса, сәт сапар, үйлеріңіз аман сау жете алыңыздар тілектеспіз. Бүгін 6 наурыз 2026 жыл. Құрметті бауырлар, біздер Алматы қаласындамыз. Міне агентство регулирования финансового рынка дейді. Нарықты реттеу және реттеу несі агенттігі осы жерге келдік. Бұл жерде сақтандыру полисі туралы жауап беретін азаматтар бар. Нағыз ресми тұлғалар өздері сақтандыру полистеріне аккредитация беретін мекеме болып саналады. Енді осы жерге келген кезде біздер міне бір топ азаматтар болып келдік. Бұл видеоны біз сіздерге 2-3 күннен кейін саламыз, өйткені сол өзімізге керек болып тұр, және басқа да автокөліктің шараларымен келген болатынбыз. Енді осы жерде айтылғаны нақты сақтандыру полистері берілмейді. Шетелдік учет автокөліктерге берілмейді. Беріліп жатқан сақтандыру полистерінің бәрі заңсыз. Осы жерде жаңа нақты айтты бізге. Қайта сұрап алдық, нақтылап беріп жатқан сақтандыру полистерінің бәрі заңсыз. Оны бір азаматтар талап етіп біреудің нөмірін беретін болса, олар да заңсыз. Өйткені заңсыз істі, бұл мысалы жалған құжаттармен істеп береді бізге сақтандыру полисін. Ол демек қылмыс болып саналады. Ал қылмысты жарнамалау немесе қылмысқа итермелеу, ол да қылмыс екенін ескере кетейік. Және ол сақтандыру полистері заңсыз екенін тағы да айта кетеміз. Шетелдік учет автокөліктерге, транзиттерге де басқаға да берілмейді. Транзиттерге келгеннен кейін 10 күнге беріледі, 10 күннен кейін ары қарата берілмейді. Армян учет, рус учет ешқайсысына берілмейді. Бүкіл сақтандыру полистері заңсыз алынып, бостан-босқа ұрынып, қалтаңызда қаражаттарыңызды жіберіп, немесе тағы да бастарыңызда проблема тілеп алып жүрмеңіздер. РФР-дің өзіне келдік, сөйлестік. Департамент директорының орынбасары мына сақтандыру полистері туралы сол кісілермен сөйлестік. Заңсыз екен нақтылап тұрып бізге айтып берді. Куә жігіттер қасымда тұр. Сол құрметті бауырлар, жолдағылар ақ жол қара трасса, сәт сапар. Бәріңіз аман сау болыңыздар. Сақтандыру полисі жоқ ондай автокөліктерге. Рахмет.